Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып ол безеу, яғни акне мен гастроэнтерологқа келудің қажеті бар ма? Гастроэнтерологтар акнеды емдейді ме? Жоқ, ол қате, тұжырым, миф деп айтуға болады. Өйткені гастроэнтерологияда емдейтін ас қорыту жүйесі органдарының және де акненің ешқандай байланысы жоқ. Енді неге онда хеликобактер пилоримен емделген адамдарда акне жоғалады деген сұрақтар да мүмкін. Немесе розация, ол көбінесе екеуінің себебі кішкене өзгеше болғанмен емі ұқсайды. Сондықтан кейбір науқастарда акне өте жақсы емделіп кетеді хеликобактерді емдегенде. Бірақ айта кетейін, хеликобактер пилоридің емі кішкене күрделірек. Егер сізде хеликобактер пилори жоқ, ал бірақ акне мазаласа, онда хеликобактер пилоридің емін қолданбаған абзал, тыйым салынады. Енді сізге айтып кетейін акне туралы қысқаша мәлімет. Мен негізі гастроэнтерологпын, акне мен безеуді емдейтін ол дерматологтар. Мына суретті көріп тұрғандай, тері беткейіндегі акне, яғни прыщ, орысша айтқанда прыщи бейнесі тұр. Ол тері аурулар тобына жатады және де популяцияда 75%-дай адамдардың үлкен проблемасына айналып кеткен. Бұл негізі көбінесе жас өспірімдерде осы жас өспірімдік кезеңде пайда болатын аурулар тобы деп айтуға болады. Және оның өзінің бір несі бар, себебі бар. Енді негізі жалпы осы акненің безеудің даму этапын айтайын. Өйткені бұл этапты түсіну арқылы сіздер оның сол этапта қандай ем қолдануға болатынын түсіну керексіздер. Мысалы, полноценный бір акне даму үшін, бір прыщ даму үшін ол бірнеше этаптан тұрады. Бірінші, ол біздің терімізді қарасаңыздар, тері бізде үстінде түк бар. Сол түк бар, астында бізде сальные железы дейді, яғни шел-май безі бар. Сол шел-май безі күнделікті бізде теріміздің сыртына май өндіріп отырады. Сол қараңыз, егер жаңағы түкпен май безінен май өндіріп клеткалар көбейіп үстінде болса, екеуі бірігіп бітеп тастайды. Бітеп тастағаннан кейін бізде жаңағы прыщтың бірінші белгілері пайда болады. Екінші, ол көбінесе жасөспірімде айттық қой, жасөспірім кезеңде бізде гормональды фон өзгереді. Сол кезде осы гормондардың әсерінен шел-май қабатындағы бездер, сальные железы, олар ұлғая түседі, яғни соған гормондарға сезімталдығы солай көрінеді. Сол бездер ұлғая түседі, ал көлемі ұлғайса, значит, соответственно, өнім де ұлғаяды, яғни майдың өндірілу үдейге түседі. Соның әсерінен тағы екінші этап пайда болады прыщтың. Одан кейін үшінші этап ол біздің терімізде әркімде өзінің микрофлорасы бар, яғни бактериялар бар. Ол бактериялардың бізге кері әсерін тигізуі осы бірінші, екінші этап кезінде осы жақсы орта пайда болады. Майлы ненің көбеюінен жаңағы бактерияның терінің үстіндегі бактерияға қолайлы орта қалыптасады. Яғни сол кезде бактериялар көбейе бастайды, өсіп өне бастайды. Сондықтан қабыну үрдісі пайда болады. Сол неде прыщта кәдімгідей қабыну ошағы пайда болады. Бұл осы бүкіл процесс где-то 8 аптадай құралады. Негізі акненің қандай тудырушы себептері бар. Бірінші себебі ол біздің гормональды өзгерістер, ол жаңағы жасөспірімде айттым. Екінші, ол осы гормональды өзгерістеріне кіреді, ол бізде синдром поликистозных яичников деген бар. Сол ауруда ол сирек кездеседі, сол ауруда да акне болады. Яғни акнені дәрігер
мысалы диагностика, яғни ажыратпалы диагностика жасағанда осы ауруды есте сақтау керек, және де соны да жаңағы сол ауру бар ма жоқ па екендігін анықтап алған дұрыс. Және де гормоналды өзгерістерге тағы мысалы менструальный цикл, менструальный цикл әйел адамдарда тоже гормоналды фонның уақытша өзгерісіне алып келеді. Ол физиологиялық жағдай. Және де байқаған болсаңыздар, 30-тан асқан адамдарда көбінесе менструальный алды кезеңде акнелар қаптап кетеді. Ол да гормоналды өзгерістердің әсерінен бізде акне болады. Екінші себепте біз жаңағы нені жатқызамыз? Косметика. Косметика ол дегеніміз, мысалы, уходовая косметика дейді, яғни бетті күтімі жайлы акне бар адамдар өте жақсы білетін шығар. Бірақ сонда да айтып кетейін, мысалы сабын майды жақсы алып тастаса да, ол тек бетке майды алып тастайды, бірақ себебін кетірмейді. Даже акнемен бар адамдарда сабынды қолдану мүлдем болмайды. Соны еске сақтау керек. Өйткені ол негізгі себебін біріншіден кетірмейді, екіншіден жағдайды ушықтыруы мүмкін. Екінші, майлы негізінде қолданылған косметика, ол да акненің жаңағы ушықтыруына, асқынуына алып келуі мүмкін. Сондықтан естеріңізде болсын, майлы мысалы негізінде бар косметикаларды қолдануға болмайды. Оның ішінде мысалы гидрофильді масло, очищающий средство ретінде қолданады кейбіреулер, оны болмайды. Үшінші, ол диета себеп. Үшінші себеп диета. Диета дегенде зерттеулердің нәтижесінде толыққанды бір диетаға отырғызу деген жоқ, дәлелденбеген, бірақ кейбір зерттеулерде анықталған нәрсе, ол сиыр сүті және шоколад осы акнеға алып келуі мүмкін. Сондықтан егер сізде акне болса, тоже осы сиыр сүті мен шоколадты көп жесеңіздер, азайтқаныңыз дұрыс, және бақылап өзіңізге бір мониторинг жасап көріңіз, Және де келесі, ол төртінші, ол диета айтылды, косметика айтылды, тағы стресс, кешірім өтінемін. Шпаргалкама қарап қалдым, өйткені мен бұл тақырыпты сіздерге әдейі сіздер үшін дайындадым. Бұл менің неме жатпайды да, мамандығыма. Стресс ол шынымен де акнеға провокатор ретінде, фактор ретінде нетілген, былай анықталған. Өйткені стресс ол да көптеген, мысалы, уайымдағанда, күйзеліске ұшырағанда тоже гормональды фонның өзгеріне алып келеді. Соның әсерінен де акнелардың пайда болуы ықтимал. Енді себептерін анықтап алдық. Енді бізге керегі ол емі, Қалай біз емдейміз акне? Негізі мен ол туралы айтпауым керек. Бұл дерматологтардың несі, наны деп айтайық, бірақ мен сіздерге бірнеше лайфхак, қарапайым лайфхак айтайын, егер білмейтін адамдар болса. Біріншіден ол бетті жуу, бетті жуғанда біз максимум 2 рет қана жуу керек. Біз жуғанда жылы сумен жуу абзал, өйткені ыстық сумен жууға болмайды. Қабынуды ұшықтырып, асқындыру мүмкін акнені. Одан кейін любой кез келген ем үрдісі 2-3 ай болу керек. Өйткені айтып өткендей, бір акненің дамуы ол 8 аптаға созылса, 8 апта дегеніміз ол 2 ай, сол 2 ай, 3 ай көлемінде біз ем жүргізу керек, және де оны сосын бағалаймыз. 2-3 айдан кейін ғана бағалаймыз, бұл ем болды ма, нәтижесі бар ма, жоқ па деген сияқты. Одан кейін мочалка қолдануға болмайды, скрабирование дейді, скрабтар қолдануға болмайды, және де көп, мысалы, увлажняющий крем, яғни ылғалдандыратын кремді көбінесе егер
осы косметика, уходовый косметика подбирать еткенде дерматолог ретинол деген сияқты дәрілерді сол кезде побочный эффект ретінде яғни жанама әсер ретінде құрғайды. Сол кезде ылғалданған кремді қолдануға болады, бірақ ол кремнің құрамында яғни белгісі болу керек, не комедогенный деген белгі болу керек, яғни ол осы нелерді тудырмау үшін акнені, және де майы жиналмау үшін. Екінші нәрсе ол солнцезащитный крем, немесе күн сәулесінен қорғайтын кремдер. Ол осы емге байланысты, ем үрдісі кезінде, мен сіздерге қазір негізгі емді айтып отырған жоқпын, мен жалпы айтылатын нәрсені айтып отырмын, ал емді дерматолог айтады. Дерматологпен мен келесі жолы эфир дайындағым келеді, бірақ оған маған мотивация керек. Сіздер осы видеоның соңын астына плюс немесе керек десеңіздер, дерматологты прямой эфирға шақырып, сол жерге жаңағы сұрақтарымыз, жалпы ем қандай болу керек екенін сұрақ қойып, мен ол кісіден жауап аламын, егер сіздер оны қаласаңыздар. Жаңағы күн сәулесіне қарсы SPF 30-дан одан жоғары қарай 50 қолдануға болады. Оны не үшін қолданады? Ол жаңағы осы емдеу, негізгі емдеу барысында біздің теріміз, жаңағы акнемен ауыратын науқастарда тері кішкене не болады, чувствительный, сезімтал болады күн сәулесіне. Сондықтан біз оны қорғау үшін соны қолданған абзал. Тағы бір айтып кететін нәрсе, сабын. Сабынды қолданбаңыздар, сабынды мүлдем қолданбаңыздар. Және де тағамға қатысты бір айтып кетейін, майлы, яғни майы көп, құрамында көп тағамдар, ол да акненің өршуіне немесе акненің пайда болуына бір әсері бар екені зерттелді, бірақ дәлелденбеді. Әрине, әр ситуация индивидуалды, яғни егер сізде акне болса, соны да ескергеніңіз дұрыс. Тағы бір үлкен мәселе, ол акне безеуді сығуға болмайды. Мүлдем сықпаймыз. Болмайды. Егер сіздер сықсаңыздар, ісінеді, рубецке айналады, безеулер былай тартымсыз болады бетіңіз, сондықтан әйел кісілерге бұл айтылатын нәрсе, ондай істемеңіз. Бәрін айтқан сияқтымын. Менің өзімнің дайындап қойған алдын ала конспект бойынша бәрін айттым. Егер сізге ұнаса видео, лайк басыңыздар, керек бір информация болса, әрине гастроэнтерологияға қатысты сіздер комментарияға жазыңыздар. Тағы бір айтайын, мен неге бұл тақырыпты айттым? Өйткені гастроэнтерологқа осы акнемен келеді адамдар. Негізі ол дұрыс емес. Оның хеликобактер пилориді емдейтін дәрілердің әсерінен акне кішкене азаю мүмкін, бірақ ол негізгі себеп емес, негізгі ем емес. Сондықтан менімен бірге осылай жаңағы медицинадан хабар алып, саналы түрде медицинаға көзқарасыңызды нетіңіз, ауыстырыңыз, сауатты болайық, және де жаңағы сіздердің де ақшаңызды бос құртпауға мен сіздерге үлкен бүгін видео сабақ дайындадым. Гастроэнтерологқа акнемен келмеңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.